Астыңда бұл көлік болса, жұрттың айтып жүрген 80 миллиондық Mercedes бананын упор көрмейсің. Алдарында 2025 жылғы BMW M5 G90. Капот астындағы 4,4 литрлік V8 гибрид заводтан 727 аттың күшін береді. Алдыңғы F90 поколениясінен 100 аттың күшіне көп, бірақ салмағы да оған сай. F90-дан 300 килограммға ауыр. Бұндай аттың күшінің барлығын ұстап қалу үшін жақсы тормоздық система керек. Ал бұл жерде карбонокерамика тұр. Көліктің артыда соска, карбондық спойлер, үлкен диффузор және 4 выхлоптық банкасы. Қалада қызыңмен кетіп бара жатқан кезде неге люк немесе панорама жоқ десе, аккуратно машинадан түсіріп жүрсең болады. Өйткені бұл G90, ал G90-ларда боковой айналар және потологында толық карбон болады. F90 мен G90-ның отличиясы, F90-ны томпиған спорттық машина қылып шығарды. Ал бұл G90-ны қалаға арналған цивилизованный көлік қылып шығарған. Сол себепті көліктің салоны более бизнес-классқа ұқсаған. Көлікте Bowers Wilkins аудиосистемасы, карбондық вставкалары, көлікте сондай-ақ сенсорлық батырмалар және управление жестами. Көлік гибрид екенін ұмытпайық, ал гибрид қылып экологияны қорғау үшін жасаған. Ал капот астында V8 тұрған кезде экология туралы ойлауға уақытың да болмайды. Бұл видеоны мамаңа жібер, папаң айтсын, үйге бір нормальный семейный машина қойсын.